Сәлем әлем, сіздермен бірге мен Даразере. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай любимый салатын дайындау керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін бізге майонез, алмалар. Мен алманың төртеуін алдым және де олардың сырттарын ашып алдым. Содан соң осындай бізде қызылша. Мен қызылшадан 3 үлкен алдым және оны пісіріп, сыртын ашып алдым. Пышақпен пайдаланған кезде абай болыңыздар. Содан соң осындай тақта. Осыған енді біз қазір алмаларымызбен осындай қызылшаларымызды көбеу қылып турайтын боламыз. Ол үшін бізге бір алма керек, мысалы, және де қалай турау керек екенін сіздерге көрсетемін. Достар, біз бірінші алмамызды алып, өстіп мына шетін кесеміз, мынау және мынау. Сосын ода бізде осындай ортасындағысын алып, қоқысқа тастаймыз. Содан кейін біз оның шеттерін кескеннен кейін осыны алып, үстіп екі бөлікке бөліп тастаймыз. Екі бөлікке бөлгеннен кейін бір бөлігін алып, оны осындайларға турайтын боламыз. Ол осылай турағаннан кейін, қараңыздар, оның ортасынан бір рет осылай істейміз. Міне, сонда бізде осындай болады. Оны алып, осылай бөлесіздер. Міне, сол кезде бізде осындай кубиктер шығады. Осылай біз қызылшамызды да және алмамызды да істеп шығатын боламыз. Мен қазір осы алмаларды және қызылшаларды турап болдым. Ал енді қазір мен осы жаңғақтарымызды ашатын болам. Ашып, сосын оларды да осылармен бірге қосып салатын боламын. Мен уже алма бүкілін осылай турап алдым. Міне жаңғақты да осылай майдалап алдым. Енді осыған бүкілін араластыратын боламыз. Майонез, осылардың бүкілін араластыратын боламын. Міне достар, мен барлығын араластырып болдым. Менде осындай салат шықты. Егер де видеоны лайк қойып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.